Тоғай Кермаралы бұғылардың ішіндегі ең әдемілерінің бірі десем, келісесің ғой? Аталықтарының мүйізіне қарасаң, басына өте әдемі симметриялы тәж тағып алған сияқты. Ал менің білетінім, олар Орталық Азия өзендерінің жайылма ормандарын мекендейді. Өте сирек кездеседі. Халықаралық қызыл кітапқа енген аң. Тоғай Кермаралы 20 ғасырдың ортасына дейін Қазақстанда Сырдарияның жағасындағы ормандарды мекендеді, бірақ кейіннен бір жола жойылып кетіпті. Амал қанша, табиғатымыз сондай сұлу аңнан айырылып қалды. Сөйтіп, Тоғай Кермаралын Қазақстанға қайтадан жерсіндіру туралы шешім қабылданды. Ол үшін бұл жануарлар әлі де болса сақталып қалған жерлерден әкелу керек еді. 1981 жылы Тәжікстаннан 22 кермарал алынды. Оларды арнайы жабдықталған жүк көліктерімен жеткізді. Жануарлар биік асулардан асып, Орталық Азияның шөл далаларын басып өтіп, ұзақ жол жүрді. Бұл сапар Қапшағай су қоймасының жағасы Түрген өзенінің төменгі ағысындағы тоғайларға жетіп аяқталды. Сөйтіп, сұлу жануарлар осы жердегі Қарашеңгел шатқалынан жаңа мекен тапты. Жергілікті табиғат бұғыларға өте қолайлы болғандықтан, олар айналадағы тоғайларға тез үйреніп кетті. Күзет пен қосымша жемдеудің арқасында жануарлар тез көбейді. Табында жыл сайын бұғылар төлдеп, олардың басы жылдам өсті. Көп ұзамай Қарашеңгелдідегі табын жануарлардың саны жөнінен әлем бойынша бірінші орынға шықты. Арада 20 жыл өткеннен кейін Қарашеңгелдідегі бұғыларды өздерінің байырғы мекені Сырдария өзенінің алқабындағы ормандарға көшіру басталды. Қазіргі кезде Қазақстандағы Тоғай Кермаралының саны 1000 бастан асады. Қазір оларға төніп тұрған ешқандай қауіп жоқ. Тоғай Кермаралының басынан өткен жағдай жан-жануарларды бір жола жойылып кетуден сақтап қалуға болатынын дәлелдейтін мысалдардың бірі.